Құрметті төраға, сұрақ еңбек министрі Светлана Қабыкенқызына. Көші-қон мәселесін біз бұрында көтергенбіз. Мына қандастарды шақыру квотасы 30 жылда 100 мыңнан 1 мыңға дейін, яғни 100 есе түсіп, анти-рекорд болғаны туралы дабылда қаққанбыз. Ішкі көші-қонда оңып тұрған жоқ. 2017 жылдан бері солтүстік өңірлерге 450 миллиард теңге жұмсалды дейді. Бірақ нәтиже шамалы. Керісінше, солтүстік Қазақстан облысы халқы 2017 жылы 563 мың болса, қазір 532 мың. Яғни елге ел қосылудың орнына 31 мыңға азайып кеткен. Сонда 7 жылда бар болған 8 мыңдай адам көшіп келген. Яғни жылына шақсаңыз 1 мыңның көлемінде. Ал бөлінген қаржы 450 миллиард қайда кеткен сонда? 8 мыңның жартысы 4 мың ғана жұмысқа жарамды болғанымен өңірде жұмыс жоқ. Бұл 8 мыңда 450 миллиардқа бөлсеңіз, адам басына 60 миллионнан айналады. Тіпті 600-ден астам адам, ішінде қандастарымыз да бар, қайтып көшіп кеткен келген жағына. Себеп неде? Суығына төтеп беретін дұрыс баспана, үй жоқ, жұмысы жоқ болған соң пұлы жоқ. Сөйлесейін десе мемлекеттік тілі жоқ. Солтүстік Қазақстанға барғандардың жағдайы қандай болғанын біз өзімізде барып көргенбіз. Сұрақ, осы бағдарламаға осы күнге дейін қанша қаржы жұмсалды және тиімділігі қандай? Екінші, солтүстік аймақтарға қанша отбасы тұрақтап қалды, олардың жағдайы қалай? Үшінші, осы бағдарлама өзін ақтады ма? Аудит жүргізу ойларыңызда бар ма? Төртінші, бұдан әрі бұл бағдарлама тиімді болу үшін не істеу керек? Жоспарларыңыз бар ма? Рахмет. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Қабыкенқызының микрофонын қосыңыздар. Құрметті Қазбек Жарылқасынұлы, сізге сұрағыңызға рахмет. Негізі сіз көтеріп отқан мәселе министрліктің назарында біріншіден келіп осы зерттеуді жасағанда бізді өзіміз таңғалдық. Негізі айтып отырған солтүстік өңірлерде 48 мың жанұя тұрып жатыр. Олардың бірге келіп кеткен азаматтардың санын қарасақ, 7900 жанұя отбасы көшіп кеткен қайта. Сонымен жаңа бизнес процестерін сараптап, жаңа бағыт өзіміз шығарып отырмыз. Біріншіден, әр келетін отбасына келгенше дейін оны сүйемелдеу, жеке көмекші беру. Жеке көмекші ол отбасының негізі әлеуметтік жағдайын біліп отырады. Неше баласы бар, қандай жағдайы, келгенде күтіп алып, біріншіден мобильдік деректер базасына енгізіп, электрондық қолтаңбасын алып беріп, күллігі электрондық қызметтерді көмектесіп, проактивті режимде алып беретіндей. Негізі балаларды тіркеу, балабақша, мектеп және де емхана болсын. Біз өзіміз жаңа кісілермен кездесіп сұрағанда, ол кісілер өз назарлығына айтып отыр. Сіз жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Сол алдын ала сол сұрақтарды шешу үшін сондай бизнес процесстерді қарап, ережелерге өзгерістер енгізіп қойдық және де заң жобаны әзірлеп қойдық. Сіздерге келеміз сол заң жобамен. Өкінішке орай, қанша қаражат жұмсалды, қанша игерілді айта алмаймын қазіргі уақытта. Жазбаша түрде беремін. Жазбаша түрде береді. Келісесіз ғой, Қазбек Жарылқасынов? Келісеміз. Жақсы. Рахмет.